Шымкент қаласының тұрғыны талап, жүзін жасыруды сұрады. Ол елімізде қызметіне тыйым салынған таблиги жамағат экстремистік ұйымының жақтасы. Тобырдың заңсыз әрекетін біле тұра, жасырын жиындарына қатысқан, радикалды идеологияларын насихаттаған. Дауғатта мен жүрдім, 40 күнде жүрдім, 3 күнде жүрдім, ода ешқандай сложный нәрсе жоқ. Ода өзіңіздің қалтаңыз ақша шығамыз, 40 күнге, күніге 1000 теңгеден 40 теңге ақшасы. Телефон уақытта алмайды, телефон өшіріледі. Сөзді бір жерге барыз 3 күн күтеді, бір жерге барыз 7 күн күтеді. Бір жерде сол ранктың ішіне кіріп кетеміз, біз ранктың байқамай қаламыз мысалы. Пайғамбарымыз алейхиссалам кезінде қандай өмір сүрген болса, барынша мына сүннетке сай солай өмір сүру керек деген ұстанымда жүреді. Бас тарту дегені жалпы емделуден де, тіпті мынау қазіргі заманауи техниканы пайдаланудан да бұлар барынша бас тартады. Сондықтан бұлар көп мынау еңбек етуге немесе елге қызмет ету деген ондай түсінік жоқ. Бұл енді қоғамға да, өзінің жеке басына да бұл зиянды топ болып саналады. Дағуатшылардың дүниетанымы шектелген, имамға ұйымайды, ілімге қызықпайды, тазалықты сақтамайды. Дойыр догмамен жолында кездескенді Пәкістанға, Үндістанға сүйрейді. Алаш баласын адастырған ағым ислам фундаментализмінің меншікті мекенін құруды көксейді. Сондықтан бұл ұйымды әлем сарапшылары терроризмге апаратын даңғыл деп таныды. Сарыарқа аудандық соты 2013 жылы таблиги жамағат ұйымын экстремистік деп танып, ел аумағында жұмысына тыйым салды. Түпкі мақсаты белгілі бір елде халифат орнату. Бұның барлығы соттың шешімінде негізі анықталған жағдайлар болып есептеледі. Және оның қауіптілігі бұл Қазақстан Республикасының тұтастығына, конституциялық құрылысына, шекарасына мызғымастығына, халқының жаңағыдай ішкі қауіпсіздігіне өзінің кері әсерін тигізуі мүмкін. Талапқа заң органдарда бірнеше мәрте ескерту жасаған, бірақ ол елемепті. Нәтижесінде білегіне кісен тағылады. 3-4 жыл өте келе бір шығып, бір ағып жүрдік, кейін танылды, сонда ескертті өкімет тараптан. Бұл дұрыс емес, екстремизм деп табылды, тармағынан табылды деп айтты да. Кейіннен сол бізді бір жылға неге провокациялыққа сот шешім қабылдап берді. Бір жылдан 4,5 айдан кейін 7 ай 9 күнге біз қамады. Адам өмірі, адам тағдыры ойын емес те мысалы. Есі ойланбай шақ басатын болсаң, онда мынандай тема тұр. Фанат болып кетуге болмайды. Терроризмді насихаттаймыз деген таблиғтар жақтастарының санасына лаңкестіктің дәнегін сепкен. Бұған қанды қаңтар оқиғасы дәлел. Ірі көлемде қарумен ұсталғандардың қатарында таблиғшылардың тармағы саналатын Яқын Инкар ұйымының мүшелері де бар.